Ой, қандай сүйкімді балапандар. Атың кім сен? Айша. Нұрай. 3 қызсыздар ма үйде? 4 қыз, 2 ұл ғой. Моншаға келдің. Құшақта ұйықтайсыңдар ғой, күшті ғой. Нешедесіздер? 3 жас 6 айымыз. Қандай диагноз? Синдром Эдвардса, хромосомный заболевание ғой. Осылай жатады, отыра алмайды, тамақ ішпейді, семейсіз ғана. Сіз? Бұл қайнатам. Бұл кісі психологическиймен ауырады. Қай жақтікі кісілер өздеріңіз? Мен негізі сен жерлесің ғой. Торғайдансыздар ма? Иә. Күйеуіңіз қай жақтікі? Шымкенттікі. Бақыттыңыздар енді. Жолдасыңыз қасыңызда. Балаларын қалдырып кеткен жоқ. Жоқ. Иә, әдетте көбінесе осы жағдай оққанда. Білмеймін ғой, әркез әртүрлі ғой, кімге не айтасың? Мен осы баланы туылғаннан кейін ғой, қазір еш нәрсе істей алмаймын. Күйеуіңіз немен айналысып? Стройкада істейді. Бір өзі, жалғыз осы. Бір өзі, иә, осы. Тұрам дейді. Иә, сөйтіп басын көтеріп бүгін шығап кетсе, иә? Енді өзім нетем да, ол диагноз өлім мен өмірдің ортасында күресіп жатқан диагноз ғой. Негізі туылғанда баланың шетінеп кетеді, өледі деген Құдайға шүкір. Бүкіл жерге апарып отырмын. Осы балам стресс неден де былтыр көкіректен онкологияда болып ауырып қалдым. Жалдамалы пәтерде тұрып жатырмыз осы тех этажда. Енді баспана болса басқа еш нәрсе керек емес маған. Сіңіліміздің жүрегі елжіреп тұр қазір. Айта ғой, не айтасың? Үйде болғым келеді. Анам жазылып кеткенін қалаймын. Жанымызды ойнап күлгенін қалаймын. Үй құтты болсын. Жаным. Жалғыздығын айт деп жүргендердің бәрі де өтір. Жетпейді ештеңе құшақтап алғанға. Жанымда отыр. Нұрлан баспаналы болдық қарекет қорынан. Сізге барлық мінекей бала шағыңыздың атынан, бүкіл қазақ елінің атынан, әйелдер қауымының атынан осындай мықтылығыңыз үшін, отбасыңызды тастамай, осындай науқас балаңыз бар. Өзім алғысымды білдіргім келеді. Баспаналарыңыз құтты болсын. Қарекет қорының 200 күнде 200 пәтер жобасының кезекті баспанасы да мінекей өз иелерін тапты. Бұл үй сіздердікі. Жаңа пәтерлеріңізде ТЖ компаниясының кораби печеньелермен шай ішіңіздер. 20 қараша осындай шай в большом городе менің кинодағы алғашқы жобамның қонағы болып келуге шақырам. 200 күнде 200 баспана жобасының 190-шы пәтері табысталды, құтты болсын. Ал енді 10 пәтерді табыстау жұмыстары қалды. Сәтімен болсын барлығы. Қарекет халықтың